Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Жаз мезгіліне арналған шөлдік қандыратын витаминге бай керемет шырын дайындау рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге бір дана қарбыз қажет болады. Қарбызды жақсылап сыртын жуып тазалап аламыз. Және жемейтін сыртқы қабатын аршып тазалап аламыз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп тазалай берсеңіздер болады. Кішкене бөліктерге турап істесеңіздер де, мен бүтін кейпінде тазалап жатырмын. Осылай сыртын қабатынан ажыратып алғаннан соң, өздеріңізге ыңғайлы кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Қолдана берсеңіздер болады. Өздеріңізге ыңғайлы етіп кесіп болғаннан соң, майда бөліктерге салып, блендердің ыдысына, я болмаса бөлек бір ыдысқа салып, миксердің көмегімен де айналдырып шырын жасауға болады. Дәл осылай турап болып, мен бұл жерде блендерді қолдандым. Жартылай дайын болған шырынымызды сүзгіден сүзіп, артық бөлігін осылай сүзгіде қалдырамыз да, бір арнайы ыдыстарға құйып алсаңыздар болады. Осылай кувшинға, банкаға, я болмаса баклажкаға құйып, тоңазытқышқа сақтауға болады. Салқындатып ішсеңіздер, дәмі тіптен өзгеше болады. Қарбыздың адам ағзасына пайдасы өт жолдарымызды, бауырды жууға көмектеседі. Артық холестериннен де арылтуға көп пайдасы бар. Сондай-ақ жүкті әйелдерге қарбыз жеу сүннет. Себебі қарбыздың құрамындағы витамин жас ананың құрсағындағы әлдейінің жақсы дамуына, ішкі ағзасының жақсы жетілуіне көп оң әсерін береді дейді мамандар. Сол себепті қарбызды жаз мезгілінде көптеп қолдануға тырысыңыздар. Жеуге құмартпайтын кісілерге дәл осы шырын әдісі тіптен жақсы, әрі шөліңіз қанады. Әсіресе жас балалар, кішкене балалар суға тоймайды бұндай уақытта. Сол кезде жай құрысу бере бермей, дәл осы шырынды жасап берсеңіздер, тіптен жақсы. Шырынымыз дайын. Енді осының үстіне 200 грамм су қосамыз. Қайнаған суды суытып барып қоссаңыздар болады. Су жай ғана қою болып кетпес үшін, және де лимонның жартысын кесіп, соның шырынын аздап қана қосамыз. Өте көп мөлшерде қажет емес. Достар, егер сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Салқынбаева. Келесі рецепттер бөлімінде кездескенше.